Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Беной Групп. Және бүгін бізде Грань атты фильмі. Әкесі бұзық баласын агрессияны бақылауға үйрететін азаптау орталығы деген арнайы интернатына жібереді. Молчу, не говорю, повинуюсь приказам. Молчу, не говорю, повинуюсь приказам. Шынайы оқиғаға негізделген фильм басты кейіпкер жасөспірім Фрэннің ең жақсы досымен және қызымен видеозвонок арқылы сөйлесуінен басталады. Ол компьютер алдында сыра ішіп, темекі шегіп отыр. Кенеттен оның әкесі Луис бөлмеге кіреді. Ол маған ертең ерте ояну керек және қатты шу ұйықтауға кедергі келтіріп жатыр деп айтады. Жасөспірім қарт адамды кетіп қалу үшін дөрекі түрде боқтық сөздерді айтып бастайды. Бірақ әкесі кетпейді. Таңертең ұйқысы қанбаған және ашуланған Луис жұмысқа барады. Дүкенді басқару үшін. Ол осы уақытта көңілді мектепте барудың орнына достармен темекі шегіп қызбен аймаласып отыр. Кейінірек әкесіне Фрэннің оқуын әлдеқашан тастап кеткені туралы хабарланады. Содан кейін ауруханадан қоңырау шалып, оны алып кетуді сұрайды. Ол біреулермен төбелесіп қалған. Ер адам қабылдау бөлмесіне барғанда, онда Фрэннің досы Мигудың ата-анасы күтіп тұр. Фрэн олардың баласына жаман әсер етеді деген рухта сөйлейді. Тексерудің аяқталуын күткен Луис ұлын алып кетеді. Бірақ жерасты гаражында Фрэн ашуланып кеткісі келеді. Ер адам ұлын қуып жетеді, бірақ жасөспірім оған айқайлап, шапалақпен бетін шарт еткізіп қашып кетеді. Кешке Луис үйге оралғанда ұлы жоқ. Ол достармен бірге дискотекаға барып, билеп, ішіп, тыйым салынған заттарды иіскеп жүр. Әкесі мерекелік тортта жалғыз шам жағады, өйткені ұлы бүгін 17-ге толды. Баламен ортақ тіл таба алмаймын деп уайымдаған Луис интернеттегі жасөспірімдерден қарым-қатынас жасау жолдарын іздейді. Ол Симка бағдарламасының жарнамасына агрессивті мінез-құлықты арнайы психологиялық түзетуге тап болады. Қиын жасөспірімдердің ата-аналары өз опыттарымен бөліседі. Ол видеода бұрын балалармен қарым-қатынас жасау қаншалықты қиын болды және кейін оңай болғанын айтады. Видеоларды көріп жатқан Луис уақыттың қалай ұшып бара жатқанын байқамайды. Кеш болғанда дәлізде дірілдеп тұрған Фрэн келді. Жігіт әкесінің бөлмесінің ашық есігінде қатып қалады. Бірақ ол тағы бір жағымсыз әңгімеден аулақ болу үшін жарықты сөндіріп тастайды. Келесі күні Луис Симканың тұсаукесеріне барады. Әсерлі жаттықтырушы тәртіп бұзылған балаларға шынайы құндылықтар мен адалдықты қалыптастыруға қалай көмектесетін туралы көтеріңкі сөйлейді. Ол интернаттағы ағайлардан естіп жатқанда, ұлы алкогольді ішіп отырып телефонын шұқылап тұр. Мигу анасының айтқаны бойынша досынан бас тартады. Ал қызы олардың арасында шынайы ештеңе болған жоқ. Сондықтан алыс жоспарлар құрудың қажеті жоқ деп айтады. Ренжіген Фрэн қайғыға батып бара жатыр. Оны кешке әкесі ұстап алады. Кешке арнайы дайындалған екі адам жартылай жалаңаш жасөспірімді жатын бөлмесінен шығарады. Ол ұрып-соғып, айғайлап әкесін шақырады. Бірақ Луис қазірдің өзінде заттары бар чемодан дайындап тұр. Ұлын есік алдында интернатқа шығарып салады. Жігітті минивенға лақтырып, қаладан алыс жерде әдемі жолмен алып жүреді. Онда оны тәрбиешілердің бастығы Оскар қарсы алады. Ер адам жаңадан түскен бала жалаңаяқ және жартылай жалаңаш екеніне риза емес. Оқушылар тәртіпті сақтап, киініп әрекет етуі керек. Ол сондай-ақ жасөспірімнің кісендерін ұнатпайды. Оскар оларды алып тастауды бұйырады. Фрэн бұл қимылды мейірімді деп қабылдап және күзетшіні мазақ етеді. Бірақ мұғалім бірден әлеуметтік иерархияны қалпына келтіреді. Ол дөрекі баланың қолын бұрап, тұмсығын қабырғаға қағып, негізгі ережелерді оқиды. Олардың арасында үлкендердің сөйлеп жатқан кезінде үнсіздік болуы керек. Фрэннің шашын лысый қылып кесіп, формасын береді және топтың қалған бөлігіне апарылады. Егінде қанды белгілері бар балалар күнделікті бейнені көреді. Олар жаңа баланы жаттап алған сөйлеумен қарсы алады. Фрэн көршісімен сөйлесуге тырысқанда Оскар ағай видеоны паузаға қойып, ал балалар орындарынан атып тұрып, үнсіздік ережелерін оқи бастайды. Мұндай үйлесімділікпен көңілі қалған бала мұнда онымен ешкім бірге болмайтын түсініп жан-жағына қарайды. Әрі қарайға тәртіп қоғам игілігі үшін қатаң реттелген пайдалы жұмысты, мысалы киім қыстырғыштарын жинауды, сондай-ақ асханада топтық түскі асты қамтиды. Фрэн жаңа серіктесіне қарап міндетті айқайлардың мәтінін жаттауға тырысады. Олар телевизорда психологтар қолайлы мінез-құлық туралы тезистерді бастайтын бейнелерді айналдырады. Тәрбиешілер арасында Нандын ағайда ерекшеленеді. Оскар оған сыртқы келбеті мен сағызы үшін сөгіс береді. Өйткені ол оқушыларға жаман үлгі көрсетіп жатыр. Сондай-ақ жасөспірімдер психологпен сөйлеседі. Ол олардан жасырын қорқыныш туралы ғана емес, сонымен бірге ата-аналармен қарым-қатынас туралы сұрайды. Фрэн әкесінің сағынғанын мойындайды, бірақ Луистің ешқашан әкесінің сүйіспеншілігін көрсетпегені және оның ішінде кішкентай кезінде отбасынан кеткен анасына да ренжиді. Оскар бастаған интернаттың педагогикалық құрамы алдағы бостандық күнін оқушылар үшін мекемеден тыс жерде олардың өмірі қандай болатынын көрсетуге арналған мерекені талқылайды.
Нандо ағай жаңадан келген ретінде оның не екенін білмейді, және әріптестері оны аздап мазақ етеді. Ол оларға боқтап жауап береді. Кейінірек түскі ас кезінде Нандо ашуын балалардың бірінен алады. Қалған балалар ештеңе болып жатқан жоқ деп оларға внимание аудармай асығыс тамақтарын жеп жатқанда оны үстелге ұрады. Тәрбие барысында Нандо баланың көзін бұрыш газымен толтырады. Бұл интернет директорына ұнамайды. Бай ата-аналар балаларын мүгедек ету үшін ақша төлемейді. Оскар бағынышты адамға жеңіл сөгіс беріп, бетін үстелге ұрып соғып істі тоқтата алады. Көп ұзамай Френ ережелерді сәтті үйренеді, алайда ол қалай жазаланатынын білмейді. Сондықтан бір күні бөлмеден шығып кетеді. Күзетшілерге байқалмай ол төмендегі қабатқа түседі. Онда ол сыртқы әлемнен толық немесе ішінара оқшауланған сенсорлық айыру бөлімін табады. Мұнда тіпті қарапайым әңгімелерге тыйым салынады. Бөлмелердің бірінде кейіпкер каталкаға байланған жасөспірімді көреді. Көздері мен құлақтары жабылып, өз ойларымен жалғыз қалдырып қойған. Френ оны маскасы мен құлақ қаптарын шешіп тастайды, ал байқұс бала оны мейірімділік жасап өлтіріп тасташы деп айғайлай бастайды. Мұндай реакциядан қорқып Френ кері жүгіреді, бірақ күзетшілер жатын бөлмесінен қашып кеткенін байқайды. Дабыл көтеріліп, аулау бастайды. Френ бұрышта жасырынып қалады, ал күзетші кірген кезде оған шабуыл жасап, көмекке келген адамдар оны бұрап алғанша ұрып тастайды. Бұл әрекеті үшін Оскар ағай бүкіл топты жазалайды. Балаларды еденге бетін төмен қаратып, иектерін еденге тигізіп жатуы керек. Олар қозғалыссыз жатқанда бақылаушылар анда-санда жарық пен қатты музыканы қосады. Жазасын өтегеннен кейін Френ иегіне қанды белгі алады. Сонымен қатар балалардың ата-аналары психолог Хелена бастаған өздерінің оңалту бағдарламасына жиналады. Луис ұлымен ортақ тіл таба алмайтынын айтады. Оған дәрігер диалог екі жақтан қатысуы деп жауап береді. Сондықтан балалар мойынсұнушылықты үйреніп қана қоймай, олардың өміріне ата-аналар да қатысу керек. Сәтті мысал ретінде Хелена Сандра мен оның ата-анасын келтіреді. Қыз бағдарламаны аяқтады. Ересектер қызына оралғаннан кейін олардың өмірі қалай өзгергенін айтады. Бірақ әңгіме қыздың бұтына сиіп қоюмен аяқталады. Ал анасы оны алып кетеді. Үйге оралғанда Луис психолог кеңес бергенше ұлының бөлмесіне кіреді. Оның компьютерінде ол ұлының достарымен ойнап жүрген музыкалық бейнесін көреді. Кадрлар арасында Луистің өзі жүр. Баласы оны жұмыста жасырын түрде түсіріп алған екен. Бейне әкесіне күлкі сыйлайды. Ал келесі күні таңертең ол ұлын алып кету үшін интернатқа барады. Алайда Оскар оған күзетшіні ұрып соғып жатқан бейнені көрсетеді. Және Френнің қоғамға бейімделуге әлі дайын емес екенін сендіреді. Келесі бейнені көріп жатқанда жас бала әзілдеп сөйлейді. Оны охранниктер естіп қойғаннан кейін топты кезекті жазаға апарады. Олар қайталанатын ережелерді рет-ретіне енбегендіктен, олар бір күннен артық қолдарымен және көздерімен байланған аяқтарда өткізу керек. Ең ұзақ шыдап берген адам ғана сынақтан өтеді. Қалғандары сенсорлық оқшаулыққа жіберіледі. Күзетшілер еңкейе бастағандарды шығарады. Сонымен қатар ата-аналар өзара түсіністік бойынша кезекті отырысқа келеді. Луис Сандраның ата-анасымен жақынырақ араласа бастайды. Олар қызының психикалық денсаулығына алаңдайды. Бірақ мына отырыстар көмектеседі деп үміттенеді. Келесі күні сеткада отырған жасөспірімдерге ішіп жейтін тамақтарын алып келеді. Бірақ олар адамның санына қарағанда бір порцияға аз. Келісе алмаған балалар ұрыса бастайды. Ал күзетші олардың барлық порцияны алып кетеді. Және келесі күні кешке қарай Хелена балаларға келіп, интернетте қолданылатын әдістердің қатыгездігін дәлелдеу үшін әйел балаларды видеоға түсіріп алады. Оны Нандо ұстап алып Оскарға апарады. Бірақ басшы директор сыртқа шығуында ешнәрсе көрмейді, себебі бұл әдістердің барлығы заңды. Үшінші күні Фрэнк соңғы болып қалады және кесте бойынша өлшенген өмірге оралады. Сонымен қатар Луис Сандраның анасымен жылы қарым-қатынас орнатады. Олар бірге түскі ас ішеді. Олардың таныстығы романтикалық қызығушылыққа айналады. Бірақ ол автокөлік тұрағында Луиспен сүйісіп тұрғанда қызы Хеленаның салған бейне жазбаларын көреді. Онда өткен азаптар есіне түсіп, қыз жұмысқа кіріп кеткен әкесінің көз алдында секіріп кетеді. Директор Оскарға бейне жазбалар сыртқа шығып кеткені үшін выговор береді. Бұл интернаттағы ережелер мен режимнің қатаңдауына алып келеді. Оқушылар сөзбе-сөз дене жаттығулармен айналысады. Кейбіреулер тікелей жаттығу залында құсып жібереді. Және ол ұрып соғуды қалған педагогтардың үнсіз келісіммен жалғастыруда. Мұның бәрі белгілі бір сәтте Френнің бунт жасауына алып келеді. Ол орында қатып қалады және асханадан шықпай қояды. Оскар оны сенсорлық оқшаулағышқа апаруды айтады. Оны жігіттің көзін және құлағын байлап жауып тастайды. Біраз уақыттан кейін сыртқы ақпараттың жетіспеушілігінен ми галлюцинация бере бастайды. Азаптау бостандық күні келгенде аяқталады. Ерлер мен әйелдер топтары вальс билеу үшін спорт залға жиналады. Шаршаған Френ де әкелінеді, бірақ ол қатыспайды. Орындықта отырып, бүйірден қарап отыр. Оқушылар жұпқа бөлініп команда бойынша вальс жасайды. Бірақ жігіттердің бірі ашық тәртіпсіздікке батылы бар Френге қарап қатып қалады. Оның үлгісін басқалар ұстанады.
Оскар ағайдың айқайы мен соққыларына қарамастан, іс-шара Фрэннің қанағаттанған күлкісімен бітіп кетеді. Нандо тіпті ашуы басылғанша бастығын бұрауға мәжбүр болды. Лоис ұлын интернаттан алып кеткісі келетінін мойындайды, ал әйел қызының психикасымен айналысқаннан кейін бұл дұрыс шешім екенін айтады. Келесі күні ер адам интернатқа келеді. Олар әкесін көндіруге тырыспай, бірден шығарып жібереді. Жасөспірім көлікке үнсіз отырады, тіпті Луиске сәлем де айтпайды. Үйге бара жатып ол терезеден бөлек әлемде отырған сияқты қарап отырады. Үйде ол қызымен кездесіп, оның жағдайын сұрайды. Интернатта оқиға туралы айтқысы келмейді. Тек сол жерде көптеген балалар қалғанына өкінеді. Фрэн әкесімен сөйлескісі келмейді, бірақ бір жағынан дөрекі болуды тоқтатты. Жігіт өз бөлмесінен естелік заттарды алып тастайды. Осылайша өзінің өткен өмірмен байланысты үзеді. Ол әкесінен сыйлықтар алмайды, ал бос уақытында ол терезеден жаңбырлы бос жерге шығып айқайлайды. Бірақ бір күні ас үйде тұрып, ол интернаттан жаттап алған сөздерін рефлексивті түрде қайталайды. Содан кейін Фрэн әкесін оны әдейі садистерге берді деп айыптайды. Лоис оны алдап кетті деп қарсылық білдіреді. Содан кейін ол ұлына анасы екеуін де қажетсіз деп санап, оларды тастап кеткеннен кейін оны жалғыз өсіру оңай емес екенін мойындап монолог оқиды. Ал ер адамға мұны мойындау қиын. Ал ұлы әкесін кінәлап, жағдайды нашарлатады. Келесі көріністе олар үнсіз көлікпен біреуге қарай бара жатыр. Лоис иелеріне құжаттарды беру үшін шығады. Көру бұрышына байланысты кімге нақты беріп жатқаны көрінбейді. Олар кетіп бара жатқанда Фрэн ол маман ба деп сұрайды. Жауап берудің орнына әкесі көліктен шығып, жаңбыр астында жүреді. Ұлы оны қуып жетеді және олар бірге тұрып, жастарын жаңбырдың астына тығып құшақтасады. Осымен фильм аяқталады. Арнаға жазылыңыз және сізге фильм ұнады ма, ұнамады ма пікіріңізді комментарийге жазып кетсеңіздер болады.